Жауапқа береміз. Олардың бізге керегі олар ашып беретін жағдай болса, кәкір шүкір үйдегі ожалдақтар көсеуіш қазақша деген әңгіме жоқ бізге. Дегеннен кейін мысалы енді келешекте өсіп келе жатыр барлық мысалы. Мүмкін біздің баламыздың немереміз келуі мүмкін. Немереміздің немересі бардың шөберелері келуі мүмкін. Ауылға туған жерге соларға осы бізден мысалы ертеңін айтуы мүмкін. Осындай болды, алдын ағайын быт қылды. Сонда бізге не тастап кеттіңдер, соларда не алып жібердіңдер? Ауылымызға бізге не тастап кеттіңдер әңгіме болмас. Жүріп келе жатыр ғой. Аяқ заман жоқ, 90-шы, 91-ші жылда. Қазір заман жоқ, бәрін көз ашып. Тоқаевтың несі бар емес пе, қазір шығарған несі. Сол бойынша жаңағы бөлінетін бюджеттің ақшасының бір бөлігі мысалы осы тұрғылықты жердегі ауылға бөліну керек дейді. Сондықтан ауылды көп нету керек дейді. Жаңағы кен қазушыларды бөлу қазір не деп бәрінде айтылып отыр ғой. Сонда жаңағы жоқ қойшы қазір айтып болайын, содан кейін айтады. Сондай неде бюджетке бізге ақша бөлінсе, осы неге ауылымызға бәрін шет ауданы мен облысқа бере бермейді. Сонда бұл жерге не де салынбайды, бәрі де салынады. Елдер санаториясына да барады, бәріне барады. А ол қазір бараттағы аудан алып алады бізден. Ана алмалы сықатты. Не жасаған жоқ, алмалы өзіне қаратып алды. Сондықтан осында келген не алам деген адамдар жаңағындай несін жасатады ол. Енді біз жасата алмаймыз ғой, біздің әкіміміз бар, неміз бар. Солар біз халық сол қолдаушымыз біз. Не шаруасы дейді, соны бәрін біз қолдаймыз. Айтамыз біз. Оған сенен мысалы... Ал енді бастайды. Ағалар, рұқсат етсеңіздер, міне бүгін ассалаумағалейкум, Жансыбақтанға қуанышымыз. Бүгін сіздердің ауылдарыңызда қоғамдық тыңдау өтіп жатыр. Сол бойынша қазір баяндамалар жасалады. Енді міне сол өздеріңіз қатысып отырғаныңыз бойынша мына жерге өздеріңіздің фамилия, аты-жөніңізді, телефондарын жазып қойсаңыздар бір-біріңізге бетіне. Қаншадан қатысқан. Все, если никто не против, пока регистрация идет, можно начинать. Сөзді төрағаға береміз, өздеріңіз ауылдан. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Тыңдауды қай тілде өткізген жөн, мемлекеттік немесе орыс тілінде? Қазақ тілінде. Всем удобно, да, на казахском? Конечно. Все. Қазір орыс деген жоқ, қазақ тіл. Мен Ашкербек Гүлсара Мақтайқызы қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың төрағасы боламын. Бүгін 2026 жылы 26 наурызда Қарағанды облысы Шет ауданы Нұра учаскесіне қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспары бойынша әлеуметтік тыңдаулар ашық жиналыс түрінде өткізіледі. Лицензия номер 3688-ел 04-10-2025 жылға және ықтимал әсерлер туралы есеп ұсынылады. Қоғамдық тыңдау ашық деп жарияланады. Қоғамдық тыңдаулардың бастамашысы Каздео Майнер ЖСС, экологиялық құжаттаманың мердігері Green Ecology ЖК. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес хатшыны сайлау қажет. Хатшы қоғамдық тыңдаулар хаттамасын мемлекеттік және орыс тілдерінде сапалы жасауға жауапты болады. Хаттамаға қол қояды және де 2 жұмыс күн ішінде хаттаманы бірыңғай экологиялық порталға жүктейді. Байжанов Ербол Тасболатұлы, секретарь. Кім келіседі, қол көтеруді сұраймын. Кім қарсы, қол көтеруді сұраймын. Все за, да? Қарсы қалыс жоқ. Дауыс беру аяқталды, хатшы сайланды. Күн тәртібін ұсынамын. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу. Кесілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы. Баяндамашылардың сөз сөйлеуі 10 минут. Баяндамаларды талқылау 30 минут. Баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары талқыланады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау 10 минут. Кім келсе де көтерулеріңізді сұраймын.
Қарсы көтерулеріңізді сұраймын. Все. Қарсы қалыс жоқ. Дауыс беру аяқталды. Күн тәртібі қабылданды. Сөз баяндамашы Байжанов Ербол Тасболатұлына беріледі. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің атым Байжанов Ербол Тасболатұлы болады. Екінші слайд, второй. Бүгін экологиялық кодекстің 73 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Қарағанды облысы шет ауданындағы Нұра жер телімінің алаңында қатты пайдалы қазбалардың барлау жоспары бойынша мүмкін болатын әсерлер туралы есеппен бірге қоғамдық тыңдаулар өткізілуде. Мүмкін болатын әсерлер туралы есепте жоспарланған қызметтің қоршаған ортаның барлық салаларына тигізетін әсері қарастырылады. Үшінші слайд бересің. Қазгеоминер жауапкершілігі шектеулі серіктестік 6 блоктан тұратын жер қойнауы жер телімінің шегінде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуді қарастырады. Барлау жүргізуге 2025 жылғы 4 қазандағы нөмір 3688Л қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия негіз болып табылады. 4 слайд. Әкімшілік жағынан лицензиялық алаң Қарағанды облысы Шет ауданы Кеншоқы ауылдық округі жерінде орналасқан. Ең жақын елді мекен Нұра ауылы, ол солтүстікке қарай 10,2 километр қашықтықта орналасқан. 5-6 слайдмен көрсетілген картадан қарап. Пайдалы қазба түрі ол графит. Барлау жоспарында келесі жұмыстарды жүргізу қарастырылған. Бірінші геологиялық маршруттар, екінші топографиялық жұмыстар, үшінші ор қазу каналалар 2000 текше метр, төртінші бұрғылау жұмыстары 3000 құма метр, бесінші ұңғымаларды геофизикалық зерттеулер, алтыншы сынама алу, жетінші камералдық жұмыстар және жұмыс нәтижелері бойынша есеп жасау, сегізінші зертханалық жұмыстар. Жұмыстар жүргізу мерзімі 2026-2030 жылдар аралығында. Суретте орлар мен ұңғымалардың орналасу жері көрсетілген. Жаңа көрсетті ғой. 7-ші слайд. Кәсіпорын жерді пайдалану үшін жария немесе жеке сервитут рәсімдеуді қарастырады. Кәсіпорын келесі міндеттемелерді орындауды көздейді. Бірінші, Қазақстан Республикасы жер кодексінің 140-шы бабына қарастырылған жерді қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру. Екінші, басқа меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтарын бұзбау. Үшінші, жер телімінде шаруашылық және өзге де қызмет жүзеге асыру кезінде құрылыс, экологиялық, санитарлы, гигиеналық және басқа да арнайы талаптарды, нормаларды, ережелерді, нормативтерді сақтау. Төртінші, қатты пайдалы қазбаларды барлау жұмыстары аяқталғаннан кейін жер телімін Қазақстан Республикасы жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодексінің 197-ші бабына сәйкес жою актісі бойынша өткізу. Бесінші, электр беру желілері мен автомобиль жолдары үшін санитарлық алшақтықтарды сақтау. Алтыншы, жұмыстарды су қоры жерлерінің шегінен тыс жерде жүргізу. Жетінші, жұмыстарды жүргізу кезінде экологиялық кодекстің 238-ші бабының талаптарын сақтау. Барлау жоспарында жоспарланған қызмет үшін жаңа жерлерді алып қою немесе иеліктен шығару қарастырылмаған. Топырақ жамылғысына, жер қойнауына және жер ресурстарына әсері жобалық шешімдерде қарастырылған іс-шаралар орындалған жағдайда жол берілетін деңгейде үйлесім болады. 8-ші слайд. Қоршаған ортаны ластаудың негізгі көздеріне мыналар жатады. Жер жұмыстары, бұрғылау жұмыстары, бұрғылау алаңын жарықтандыру және электрмен жабдықтауға арналған дизель электр станцияларының жұмысы, жанармай құю көлігі. Барлау жоспарында ғимараттар мен құрылыстар салу қарастырылмаған. Арнайы техника мен автокөлікке қызмет көрсету, жуу, ішінара және күрделі жөндеу жақын маңдағы елді мекендердің мамандандырылған кәсіпорындарында жүзеге асырылады. Жұмыстар жүргізу кезінде атмосфера құрамында 70-20% кремний қос тотығы бар биоорганикалық шаң, көміртек оксиді, азот оксиді, азот диоксиді және күкірсутегі бөлінеді. Атмосфераға ластаушы заттардың жалпы шығарындысы жылына шамамен 15,6 тоннаны құрайды. 9-ші слайд бойынша есепте кәсіпорында атмосфералық ауаны қорғау бойынша келесі іс-шаралар жүргізу ұсынылады.
Бірінші, жұмыстарды технологиялық регламентке сәйкес орындау. Екінші, бұзылған жерлерді уақытты рекультивациялау, қалпына келтіру. Үшінші, барлау ұңғымаларын бұрғылау кезінде жуу, сұйықтығын қолдану, шаңдануды болдырмау үшін құнарлы топырақ қабатын қоймасын пленкамен жабу. Топырақ үйіндісін гидросуландыру, су бүрку, мүмкіндігінше жаңағы не болмау үшін шаң, мүмкіндігінше жылжымалы металл жуфтарды пайдалану, жерде жәндіктер үшін арнайы контейнер болады ғой. Қатты және шаңды қалдықтарды тасымалдау кезінде көлік құралын қорғаныс пленкасымен немесе жабын материалдармен қамтамасыз ету. Жоспарланған қызметтің атмосфералық ауаға тигізетін әсері елеусіз болады. 10-11 слайд. Қызметкерлерді ауыз сумен қамтамасыз ету сырттан әкелінетін арнайы ыдыстармен сумен жүзеге асырылады. Ауыз судың сапасы Қазақстан Республикасының осы саладағы ережелеріне сәйкес болуы тиіс. Шаруашылық, тұрмыстық ағынды суларды, нәжістік ағындарды биоәжетханаға бұру қарастырылған. Қызметкерлер жалдамалы тұрғын үйлерде тұрады. Технологиялық қажеттіліктер үшін су мамандандырылған кәсіпорындардан шарт бойынша сатып алынады, немесе арнайы су пайдалануға рұқсат алынған жағдайда беткі су көздерінен алынады. Ағынды суларды төгу қарастырылмаған. Ұлттық геологиялық қызмет акционерлік қоғам деректеріне сәйкес зерттеліп жатқан аумақта жер асты суларының кен орындары жоқ екені дәлелденген. Жұмыс учаскесі арқылы атаусыз жылға ағып өтеді. Жобалық материалдар су ресурстарын қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісіледі. 12 слайд. Есепте су ресурстарын қорғау бойынша келесі шаралар қарастырылған. Кәсіпорын су қорғау аймақтары мен белдеулерін қорғау режимін сақтайтын болады. Жобада арнайы су пайдалану рұқсат болмаған жағдайда өзендерден су алу, сондай-ақ өзендерге және жер бедеріне ағынды суларды төгу қарастырылмаған. Ауданның су ресурстарына айтарлықтай әсер ету қаупі жоқ. 13 слайд. Есепте шудың әсерін есептеу жұмыстары жүргізілді. Есептеу нәтижелері бойынша барлау жұмыстарын жүргізу кезінде су деңгейінің гигиеналық нормативтерден асуы анықталған жоқ. Жұмыс барысында электромагниттік және радиациялық сәулелер көздері пайдаланылмайды. Жобада қоршаған ортаға физикалық әсерді азайту бойынша іс-шаралар қарастырылған. Кәсіпорында қолданылатын барлық жабдықтар Қазақстан Республикасында қолданыстағы қауіпсіздік стандарттарына, сондай-ақ физикалық әсер ету факторларына сәйкес келеді. 14 слайд. Аумақта Қазақстан Республикасында кездесетін, сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің тізбесіне енгізілген жоғары сатыдағы тамыр өсімдіктердің кем дегенде 4 түрі кездеседі. Сондай-ақ осы телімде Қазақстан Республикасы қызыл кітабына енген сирек түрлер бар. Оның ішінде көктемгі жанаргүл, адонис дейді, түкті жанаргүл, салбыраған қызғалдақ, ашық құндыз шөп дейді. Аудан аумағындағы сүтқоректілер мен құстардың әртүрлі түрлері, соның ішінде жылқышы, қасқыр, түлкі, қарсақ кездеседі. Ұсақ сүтқоректілерден күзендер, қояндар, суырлар, борсықтар, кірпілер, тышқандар және құстар бойынша үйректер, қаздар, кекіліктер, көгершіндер, тоқылдақтар, құр дуадақ, құтаң мекендейді. Қазақстан Республикасы кітабына және сирек кездесетін әрі құрып кетуге қауіп төнген түрлер тізбесіне енген ерекше құнды түрлер. Оның ішінде құстардан бүркіт, дала бүркіті, ителгі, үкі, жорға, дуадақ, бұлдырықтар, ақбауыр және қарабауыр, қылқұйрық, бұлдырық, қара дегелек, ақбастырна кездеседі. Сүтқоректілерден қазақстандық арқар, өзіміз білетін сабаншы, малу дейді отыр, тас сусар кездеседі. Миграцияны сақтау үшін құнды аңшылық түрлеріне ақбөкен кіреді. Киік, жезгейіңіз. Жоспарланған қызмет аумағында мал қорымдары мен Сібір жарасы бойынша стационарлық қолайсыз топырақ ошақтар жоқ екені белгіленді. 15 слайд. Есепте жүргізілетін жұмыстардың жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне әсерін бағалау жүргізілді. Сондай-ақ ауданның флорасы мен фаунасын сақтау және оларға ұқыпты қарау бойынша ұсыныстар беріліп, іс-шаралар қарастырылды. Оларға мыналар жатады. Жануарлардың жаппай көбею кезінде жұмыс жүргізбеу, техниканың санын және жылдамдығын шектеу,
мұнай өнімдерінен бұрғылау етінісінің төгілуіне жол бермеу, ашық жұмыстарды қоршау, бұзылған телімдерді міндетті түрде рекультивациялау, қайта қалпына келтіру. Жұмыс барысында экологиялық бақылау жүргізу, жоспарланған қызмет іске асыру жанрлары өсімдік дүниесіне маңыздылығы төмен теріс әсерін тигізетіні анықталған. 16 слайд. Геологиялық барлау жұмыстары кезінде өндіріс және тұрғын қалдықтар түзіледі. Оның ішінде қатты тұрмыстық қалдықтар, медициналық қалдықтар, бұрғылау шламы және майланған шүберектер. Барлығы қауіпті қалдықтар жылына 0,216 тоннаға дейін, қауіпсіз қалдықтар жылына 2,5518 тоннаға дейін жетеді. Қалдықтар жинау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес арнайы жабдықталған жәшіктерде, контейнерлерде қарастырылған сақталды. Қалдықтарды шығаруға арналған шарттар жұмыс басталғанға дейін мамандандырылған ұйымдармен тікелей шарт жасалады. Қауіпті қалдықтарды кәдеге жаратумен айналысатын ұйымдардың қауіпті қалдықтарды қайта өңдеуге мемлекеттік лицензиясы болу міндетті. Жоспарланған қызмет қалдықтарды көмуді қарастырмайды. 17 слайд. Қазгеоминер жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмыс орындарын ашу, салық төлеу және жергілікті өнім берушілермен жұмыс істеу арқылы Қазақстанның және оның халқының дамуына өз үлесін қосады. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу іргелес тұрған аудандар халқының әлеуметтік экономикалық өмір сүру жағдайларына теріс әсерін тигізбейді. Қатты пайдалы қазбаларды барлау жұмыстары телімінің белгіленген географиялық координаттары шегінде ғана жүргізіледі. Жоспарланған қызмет өндіріс орналасқан аудан халқының денсаулығына тікелей әсерін тигізбейді. Жоба бойынша жұмыстар техникалық қауіпсіздік, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі нормалары мен ережелерін сақтай отырып жүргізіледі. Бұл жоспарланған жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етеді және жақын маңдағы аудандардың әлеуметтік тұрмыстық инфрақұрылымына қосымша қолайсыз жүктеме түсірмейді. Телімдегі аудандағы өндірістік қызметтің қоршаған ортаға әсері толықтай жақсы деп деңгейде бағаланады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Баяндама қысқаша осылай. Сұрақтарыңыз болса, мінекей осы жерде міне бізге заказчиктарымыз отыр. Иә. Оны білесіз бе, қаншама зиян адамға, халыққа да, шаңға да, тұрғанға да, ол шығады. Ол халыққа бізге оның зияны көп қой. Біз оны шақырып тұрмыз, ауданға қарасаңыз, аудан өседі, ол шақырып. Сондықтан маңайындағы тұрған біздерге өте қиын тамақ. Осын ескеру керек. Ол қалай болады? Оған бізге қандай не жатыр? Соны білу керек. Ол жаңағының ішінде тағы біраз нелері бар екен өзі. Ұлтықпады жаңа. Сонда экология жағын. Экологический жағынан маңызда көп шаруа тұр. Халықты ойлау керек. Бұны ашата алып оңай, бірақ халықтың денсаулығын ойлау керек. Бұл жерде көбінесе біз соны етеміз. Мына қазір келіп отырған 7-8 адаммен бұл асылған болмай. Халықты жинайық. Халықтың бәрін жинайық. Сосын кейін барып дұрыстап тұрып ашып не жатайық. Мынау қазір отырмыз, 6-7 адам отырып, аяқ астынан келдік. Біз енді осы ауылдың тұрғылықты тұрғынымыз. Осы ауылдан көшкен қазір қаймағымыздың болған ауыл. Сондықтан бұл ертең көп адамдар ауруға шалдығып, неге шалдықса не боламыз. Сондықтан мынаны дұрыстап, халықпен дұрыстап шешуіміз керек. Бұл жерде жарайды, біз қазір сіз айтып кеттіңіз түсінді. Беталықтардан біз кейбіреуіміз түсініп отырмыз, кейбіреуіміз түсінбей жатырмыз. Ол мысалы мынаны не сөйледік қой біз. Сондықтан мынаны халық болып, міне қазір ауылда бізден кейінгі жастар бар. Ертең келіспейді сіздің мынаны көп нәрсеге. Сіз жаңағы күнді аңды нені айтып жатса, халықтың жағдайын айтқан жоқсың. Қандай зиян бар, не бар, ол туралы айтқан жоқсың. Біздің мынау судың өзіне ол ауамен шығып келеді ғой. Білдіңіз бе, өзенге, неге бәріне. Тіреліп жатыр мына жерде, 10 шақырым жер, мына жерде, мына жағымыз алманы, өз ортасында қақ қойды ғой. Жер бар деген. Жер бар, біздің неміз бар, бәрі ортаманда. Соның бәрі оңайға түспейді. Бұл жерде ағамын заказчиктар отыр ғой бізде қазір мына.
сол кісілер өздерінің сұрақтарын сұрауларыңызға болады, бірақ мынау зерттеу бойынша сіздерге сондай қатты зиянды қалдықтар бұл жерде қазір бұрғылау ғана жұмыс істеп жатыр. Бұрғылау әзірше. Ол сізде бұрғылап кетесіздер ғой. Представиться, можно представиться? Ат жөніңізді айтып Как? Мұқажанов Қайрат. Спасибо. Қараңызшы енді, сіздер бұрғылап кетесіздер, иә? Алмалы да солай келген бізге. 2014-те келді, 2015-те бұрғылап жұмыстарын жасады. 2016-да уже басында, 2015-тің аяғында. Сол кезде бұлар бұл жерде байлықтың бар екенін анықтап берді. Тура сол сияқты болсаңдар, мына жерге солай анықтайсыздар, 1-2 жылдан кейін. Содан кейін завод ашып тастайсыздар. Жаңа нені айтып отырсыздар, кислотаны айтып отырсыздар. Оның бәрі зиян бізге, ше? Жоғарлық. Сіз иә, жоқ беріңіз. Мына заказчықтар осы кісілер. Сіздер қараңыз, біз істеп жатқан графит. Алмалы ол алтын. Алмалы пен алтын. Екі түрлі полезность табайын. Алтын жаңағы добычасы, ол басқа механизм, ол басқаша. Біздің графит ол кәдімгі жеріне жатқан, 1 метрге дейін, ол тереңдігі ары қарай барса, ол уже экономически нерентабельно болады. Біз поверхностьтан оны аламыз. Графит ол жаңағы кәдімгі, оны дробить етпей, он жай сумен шаяды. Сумен шайғанда оның фракциясын көрінеді. Егер ол мелкий фракция болса, оны ары қарай барып өңдейді. Алмалы сияқты бізде күрделі ондай өндіріс болмайды. Жақсы, тапты деді қараңыз. Сосын қалай өңдейсіздер оны, қалай шығарасыздар? Сол бізде енді ары қарай екінші ол мәселе не қандай продукция шығарамыз одан. Соған байланысты. Именно осы ауылда мен лабораторияның қою ол экономически нерентабельный, өйткені транспортный печок жеп қоятын. Біз қазір қарап отқан ол СЭС деген аймақ бар Астанада, Қарағандыда бар. Сол жерлерді экономикасын санап қараймыз. Бірінші мәселе бізде оны табу, ол жерде бар ма, жоқ па. Бар болған өзінде оның құрамы қандай. Өйткені қосымша келетін металдар ол обогащениясына өте қымбат түседі. Басқа металдардан алып түсу. Өйткені графит ол жеңіл. Оның графитті өңдеу ол кәдімгі тамақ пісіресі ғой, сүт пісіргенде көбік шығады ғой, сол көбікті алу, сол графит. Ең негізі сол ғана. Астындағы металдар ол бізге қажет емес. Өйткені ол аз мөлшерде. 83 жылы іздеу жұмыстары ол жаңағы аз мөлшерде көрсетті. Бізге Қанша қашықтық? ауылдан 10 километр. Ауылдан 10 километр. Енді қарап отырса, ол жақындай ғой. Мына жақта біздің жердің бәрі постоянно осында тұрады. Сөйтіп барып көрген жоқсың ғой. Жаңағы графиктің экспедиция жүргізген бәрін көрдім. Май уже 2 километр, 3 километр құлтақып пысады. Жоқ, Можно тоже фамилию, имя? Там написал я. Нет, это просто... Просто. Ага. Чтобы протокол потом составлять? Бұлаудың диаметрі кәдімгі бутылка 0,5 суға қол, соның диаметрі мынандай ғана. Ол жаңағы Енді пыль шашыраған ғой. Қазір тұр ғой уже. Сонымен техника қалай болса солай жүреді. Бұл енді өздеріңіз білесіздер, бұда көп болды. Күкірт ет көрсеш. Сәшейді бір адам филет қылып. Біздің жеріміз міне. Ол кен жас жер. Жоқ, түсініп тұрмын оны. Сіздің показ солай дейін. Мына жерде машина бірақ жол жерде жүреді. Поселочный жол біреу ғана. Соны мен көрдім ғой, мотоциклмен барып, көрінген жерге буксовать қаған, көрінген жерге... Жоқ, ол емес қой. Енді мынау, жаңа айтты ғой, аузын өндіріп шеттік. Мына жер руднигі ашыларда сондай болған. 260 гектар жерді сұрап алған. Алатын болсаңыздар, қанша гектар пайдаланасыздар, соны халықпен шешу керек. Жоқ, біз Халықпен шешілген болмайды. Өйткені халықтың өзі малға қарап отыр ғой. Малдың жайылымын бәрін алып қойды. Қазір мына жерде 2000 гектар жерді алып қойды. ағай, біз өңдеуге әлі келген жоқпыз. Біз өңдеуге 6 жылдан кейін бірақ келеміз. 6 жылдан кейін сіздерге рұқсат береміз бе, бермейміз бе? Ол 6 жылдан кейін ғой. Қазір бізде барлығы жұмыстары. Тек қана көп. Енді бұлар бұл өтетін егер қору
Az olsun musun? Onda açmayı çok değil. Iya, iya dұрыс айтасыз солай. Әзірше тек барлау ғана. Егер қол көп болатын болса ашады, қол аз болатын болса ашпайды. Не көрдім? Çok bağlı. Önce bahçı ver bu tarafı. Таразы бер жағында ашқанда мұйт еткен бұлар. Ya. Bir çocuklar çekiyor. Солай айтады сөйген. Ya doğru vermişsin. Bilgileri falan yemiş. Жоқ, ол сары жерден сатылған ба ма? Жоқ, негізі сары жүректен қыстаппын да егер. Сол аяда Оның ар жақ желкесінде тауының ар жағы. Жоқ, бізде советский данныйлар жоқ қой, бізде именно жұмыстар жүргізілмеген совет уақытында. Үйір шығар, менің айтып отқаным баттай. Қазір бастайын деп жатқанымыз біз тақыр жерге келеміз да, как методом тыка искать. Геолог жүретін Советский данныйдың бәрі бүкіл архивтер Ленинградта жатыр. Ленинград сіздерге берілген соғыс жағдайында жоқ, біз шетелде осы жердегі Қарағандыда, Астанада Ряжева деген кісіні тауып алдық. Сол жаңағы совет уақытында осы территорияда жұмыс істеген кісіні тауып алдық. 75-тен асқан кісі, сол кісімен бірге отчеттарды қарадық. Ол кісі бізге жаңағы теориясын өзін түсіндірді. Біз жаңадан геологтарды қарадық. Араластырып жаңағы бұл теория ғана геологический. Оны нақтылау біздің ең бірінші маңызды қазір шешетін мәселе, ол бұрғылаумен ғана біз анықтаймыз, бар ма жоқ ол теория. Может быть, ол жерде бар графит, оның құрамы аз шығар. Ол тек қана лаборатория көрсетеді. Төңіректің бәрі геологический ненің бәрі ағады білген. Экспедиция болған совет уақытында, иә. Сонда болмаса ол жоқ. Иә, ол ең соңғы сол 83 жылғы болған исследовал неге уранға іздеген. Бұдан да үлкен жер. Инвестиция қайда? Бұны инвестиция Қазақстан. Қазақстан. Иә. Аны сіздер спутникпен атып қойып отырсыздар ма? Жоқ, бұл Google карта ғой. Енді бұның координаты жоқ па? Олдың қай жағында екен? Километр жерден. Анау бұрыл Батысқа қарай ма, шығысқа қарай ма қалай? Ақтоғайдың границасы ма? Анау ауылға ұзынбасы ғой. А біздікі оң жағы. Прям бұрылыс. Сағауға кететін жол ғой. Оттан көп жашыл Бұны алып тұрмаймыз ғой ауылға. Именно проблема графита Казахстанда қандай проблема? Жаңағы, может быть, олар бурили. Именно лаборатория жоқ. Анықтап береді. Өйткені ол қазіргі Қарағандыда ХНИ бар ғой, айтышыға. Сосын сол кісілермен кездесіп сөйлесіп жатырмыз. Оларда технология жоқ. Қалай олар жаңа правильно извлекать графитті. Здесь берген Сатпаевский университет. Біз қазір келісіп жатырмыз. И Назарбаевский университетте үлкен лаборатория бар, литионның батарейкасы лаборатория. Солармен олар біздің неден көреді. Ала ала ма графитті, ала ма, өйткені технологиясы жоқ. Бар технология ол Австралияда. Видите, а мы честные. Может быть, а мы честные, не приехали. Олар бар ғой, біз кеме тақтауға. Насилер бөлек кім не? Насилер бөлек. Жоқ, лицензия болу керек қой. Мемлекеттен алып, лицензия алу керек. Жоқ, соны бар ғой, кімдер екен, оны соған бару керек. Кімдер? Шетелден келсе ол Қазақстанның шешоғын территориясында Сұрағамыз ол, олар бөлек. Былтыр мына жерде біз сұрағанда, олар мына жақты тергеп жатырмыз да, жанаттар мына жағы бар ғой, біз Қазақстан разведка геология. Ол білетін мына Мұрат Орынбасар Совет деген
Сол кепшіл алдымыз бұлар. Олар бірақ Буричеде, но данный кімге тапсыратын, біз білмейміз, өзі тапсыратын жерге тапсырып та кетеді. Жоқ, бізде видите, бізде кәдімгі мемлекеттен берілген. Біз жаңағы өзіміздің обязательствомыз бар. Сіз солар сұрап отырсыз, солардан бірдеме түседі ғой. А олар может тапсырмаған шығар. Егер олар официально жұмыс істемесе, олар тапсырмайды да. Абай официально жұмыс істемейді, олар өзі Қазақстанның әртүрлі лицензиялар түрі бар. Бізде оларда ген ол поверхностное исследование. А біздікі именно официально дегенде қорқамыз. Мынау алманы келген, қазір ақыр аяғында бір частный болып кетті ме? жоқ, алмалы ағай біздікі басқаша бар. Ашылып алғаннан кейін уже несіне кетесіз. Жоқ, біз өңдеуге келгенде біз қайтып келеміз. Көп бар да. Содан кейін үстіне кетеді басқа жаққа. Жұмысын алады ғой, керін алады ғой, керін. Егер келешекте жаңағы бәрі нормально болып шығатын жоқ компания. Өңдеу ашамыз. Бірақ бұны мына жерде істемейміз, өйткені плечо үлкен. Соны жаңағы сіз Жауыр çıkады ғой, алдын ала келді, жауыр. 27-тен бастап ашамыз дейді ғой. Жоқ, соны айтам, разведка жасады ғой, енді солар не жасады, осы биыл келеді олар. Сол çıkады ғой, бұл кісілерде жаңадан нетіп жатыр. Олар уже қазып жатыр ғой. Қазып жатыр, иә. Арада не олар тапты ғой исследователь. Біз енді ең басы бізде. Оларда 2-3 жылға дейін нетті ғой. Алайлар келген еместер. Ол экономика шықпаса, әрі қарай ешкім бармайды. Бірінші бұрғылау жасалған, экономикасы лабораторияда шықпаса, әрі қарай. А мөлшер қандай ол? Мәселе именно технологиясы. Бұл жерде мөлшер жақсы болып шығу мөлшер. Әрі қарай неге бармады онда олар? Инвестицияға қанша? Может, ана технология қалуған жетпеген шығар. Бұл жерде Ол жаңағыдай мына кісілер сияқты өз заңменен үкіметтің өкіметке келіп, олар нетпеген ғой. Геологический болғаннан кейін олар бұл үйтетті да кетіп қалды. Олар лицензия шыққанда бұл кісілер уже бәрі алатын ғой. Бұлар деген болғаннан кейін уже үкіметтің жер астында беріп отыр ғой. Бұл кісілерге де рахмет. Келіп, ұлсат сұрап жаңағыдай, бұл кісілер неғылды кеме жаңағыдай, бөлітет, аналар сияқты бөлітет кетпаса, ешкім ештеңе дейілмейді. Бұл кісілерге рахмет айту керек, келіп, ұлсат сұрап, осылай болып тұрды. Егер бұл кісілердің де қазір бұл қолдары ештеңе жоқ. Бұл кісілерді бірінші анықтау. Мысалы өзің бір жол шықсаң, ана Балқашқа Алматыға барам десең, жол сұрайсың. Бұл кісілер де сол сияқты мысалы. Бірінші анықтап алу үшін ғана, бұл сөйтті бастарын кіші бастарын кішірейтіп, құрмет көрсетіп келіп отыр бұл. Осылардың түсіну керек. Алмалыны айта береміз. Алмалыны ол бір бөлек. Бұл кісілердің айтуынша да менің де айтылды. Алмалы келгенде немене? Жасыратын түгі жоқ. Екі бөтелке нәтижеге сатылып ашырды қойып еді ғой. Осы ешқандай түрі. Мына Нұраталда, Нұраталдың талдымен өтетін ашылып жатыр. Екі рет келді Астанадан үші адам. Әлі ұқсат берген жоқ олар. Жаңағылар доғыр жасаймыз, неше күн жасаймыз, доғырмен отырыңдар жағдайда бәрін жасаймыз деп. Сонда да Алматыда, Астанадан көшіп кеткен жігіттер, тек үлкендер ауылдың адамдар осылай өтуге аштырмай асфальттың бойында сол аштырмай отыр. Сол жағдайын жасаймыз деп, не керек сендердің бәрін доғыр отырады дейді. Бізде ондай болған жоқ, екі бөтелке нәтижеге сатылып та доғыр ештеңе жоқ. Доғыр қайтеді оның мысалы. Қайтеп біреу мысалы доғыр отырған дейді. Мысалы бізден жаңа айттым ғой жолы, аузы келген адам өшіп кетеді. Бірінші ол сіздердің де өтеміз ашатын болсаңыздар, мына танымыңызда біз мысалы доғырменен ауға не керек? Кәкір шүкір мына асфальт деген ері жоқ бізге. Көрперетіндей здания салу керек. Мысалы ескі үйлер бәрі жылғы салынған ескі үлкен адам үй жоқ, мысалы шамасы келмейтін адамдар бар. Сонда үй сұрап берсе жаңағыдай. Сондай енді ауылды көркейту үшін сіздерден кредит етемін. Егер де ол жаңағы жерде сіздердің жаңағы мақтайтын болса, ашқаннан кейін сіздердің мысалы жұмсалатын қаражаты бар,
Мысалы техникасы бар сондай тақтайтын болса можно жаңағы әрекеті бар. Оны сіздерде мысалы не емессіздер. Егер өзін өзі ақтай алмайтын болса, сіздер қайтесіздер оны. Банкрот бәрі миллион кредит алды. Сіздерді просто жаңағыдай тексеру үшін келдіңіздер. Өз жерде біздің мына ашқанда біздің еңбегімізді ақтай ма? Мынаны біз ақтай аламыз ба? Ауылға көмек бере аламыз ба халыққа деген сондай мақсатпен келіп отырсыздар. Оларыңызға да рахмет. Мен осы келгеннен кейін сол кезде жаңағыдай ояқ құрды болып кетпеңіздер. Бізде барлау жұмыстары Егер жеткен жоқ. Барлау жұмысы сізге бергеннен кейін барып сіз өшіресіз. Иә, дұрыс айтасың. скажем, бірінші бізде инвестиция бар, Сіздердің ұсынсақ кетті ол. лаборатория, жай лаборатория, бір анализ, $70. А ол Австралияға транспортировкасы бар, оның бұрғылауы бар. Қазақстанда именно вот бүкіл лабораториялармен сөйлесіп жатырмыз, ешқайсысы істей алмайды графикке. Істеп бере алатын ол жаңағы КБ, Сатпаевский университет, оларда бірақ международный аккредитация жоқ. А қазіргі заң бойынша жаңағы международный системамен санау керек, вот жорка, оларда аккредитация береді. И жаңағы қазір австралиялармен сөйлесіп жатырмыз, жартысын жаңағы өзіміздің Сатпаевский университет кейбір нелерді ғана соларға жібереді. Өйткені $70, жай транспортировканың өзі ол плюс сондай болып сумма болып шығады. Өйткені олар жатқанда именно ящикке жібермейді. Порошок қылып жібермеңдер дейді, порошок қылып жіберсеңдер, сендерге шайып кетесіңдер. Именно ящикпен жаңағы келіп алып, иә, соны Олай жинап жүрген анализ алған келеді. Сондай ящик можно фамилию? Ящикте можно бетон. Ваш можно фамилию? Баяғыдағы концентраттарын айға келіп отырған. Компания Қазақстандікі өзіңіз. Мынандай системалар бар мысалы. Қазақстанның несінің компаниясының жамбылапты артында басқа инвестициялар бар. Бізде точно қазақтарда ондай не бар ма? Ақша ма? Бізде қазір командада жаңағы советник по науке деген кісі бар, одан бұрыласы Жаңабергенов Темірхан деген кісі бар. Ол Қазақстанда 2 патент бар, ол график бойынша. Сол кісімен бірге келісіп, жаңағы ақылдасып, ол бізге лабораториялар жағынан қаралады. Біз Индияға барып қарадық, оларда қандай лаборатория бар. Олардың қандай комиссия бар. Индия олар жаңағы график бойынша бірінші орында Қытай, Мозамбик и Индия. Солардың технологиялары бар. Өйткені Қазақстанда технология жоқ. Қытайлар олар технологияларымен бөлісіп келмейді. Алдында қарап, олар бізге орыс тілде сақтайды, паразит берсем. Олар уже біраз нашар чекті. Жоқ, бізде зародыш қой енді ғана, бидай енді ғана. Оларға жоқ, олар уже шу болды уже все. Бірінші кетті олар. Олар екінші рет келеді. Лицензияны сделал октябрь. Қазбыла бұрылуға ма? Иә. Октябрьде алдық. Ана жерде дос болған сол жерде алдық. Басқа жерлер бар, басқа жерлер. Ал енді жаңағы сіздер сықат инвесторлар көбірек кететін болса, оны зауыт жоқ қойды. Мемлекет қойыр ғой, білесіз ба? Егер, например, мен и басқа, например, екеуміз порталға бірге бір участок себе берсек, бізге мемлекет аукцион береді. Енді қазір жер байлығын ең жақын отырғанда жерге төледік президентіміз айтып отыр. Салық төледік қой, 500 мың төлеп салық. Алдыққа. Пакет алғанша салық. Бір жылға 500 миллион шығып, біз төлеп салық сразу. Ағайын Егер ашылып баратын жағдай болса бар ғой, жолдан сіздерді ұстап алуы мүмкін. Ауданның әкімі бар, Қарағандыдан тағы бірдеңелер. Негізгі доғыр отыратын. Ауылдың әкімі үш жердің төлетесі ма? Үш жердің халқымен доғыр отыру. Қандай көмек бар?
O sebepten yok. Sizler yerimizin yerimizde. Hani o prezidentlik olsaydı Var o. Benim жергілікті Burada kas bitkin, yerin alıp bitkin adamların özü. Телефондар бар ма сізде? Жоқ, телефон жоқ. А, Бұл жерде істеген біздің ауылда бюролар істеп ғой. Бюро сол жерде істеген. Сол кісілер айтқан, бір адам істеген бізде осында. Соларда. Ауылдың тұрғыны. Сол кісі айтады. Сол кісі енді қасында жүргеннен кейін жұмыс істеп жүргенін біледі ғой. Бұл жердің байлығы бар дейді. Графиктан. а ол бізбен сөйлесуге боламыз, өйткені біз мы сэкономим в том плане, что мы не будем проводить тогда жаңағы маршруты, біз жаңағы ол қай жерде бұрылады, сол жерге барып Басқа жаңағы Бұлар бөлек, Aynen. Onlar böyle Солар. nakliler bakta gelgen aldı. Жоқ, сол жер. Yok söylüyorsunuz. Söz yerine sen Pakistan'ın girdi. Biz ayçisterine karan dol жүрміз. Аржа ғана бар. Бесбақсы дейді ғой. Бесбақты ол айтайын деп отыр. Бесбақ сақты қойын жеңілдік. Сарт оғанбай біздің қыстатын дәжаны ғой. жоқ, сатып алған емес біздікі. Суарта білсін сарт оғанбайдың жанында. Иә. Міне мынау ауылға барып бар ғой, біз оң жағына сатып алған. Анау Шуартаудың етегі соғанбай. Ауылдың ішінде ол. Ну, қырда. Ama biz limana koy son derece su üstü. Жаңағы дорогада сіз іздедіңіз ғой? Бәрі сіз Мына жағына сарт оғанбайдың Ақтоғайдың. Қазір Ақтоғайдың жолдың оң жағына түсесіз. Техника тұрғылы, бір үй тұр да. Sol cürüm. Тут сақ сөздеріміз хозяйство бар дейді. Иә. Сіздің хозяйство ма? Ер жағында Bir canlı tavır kısak arkadaşlar. Бір тарихқа келген, сонда бір үй болып. Дархан. Сендердің жер бар ма сол жерде? Murat'tan geldi. таудың Бері қаратай, значит, мына кісілердің де папасының жері бар. Дархан деген кісі. Сосын міне мына кісінің сіз жаңа іздеген. Асқар. Қай кісі? Жекеме? Қазір жеке алған. Сіз жаңа 500 мың налог төледіңіз ғой, соны қай жаққа төледіңіз? Кешоқын несіне? Кешоққа төледік, иә. Үйтір қаралатып деп қойыңыз. Жоқ, Кешоққа. Қазге онлайн деп болу керек қой, иә? Иә, қазір онлайн. Жақсы қараймыз. Мәшен налогы төлейді. Енді бізде қазір тапқан жағдайда қайтадан халық жинаймыз, қайтадан эколог өткіземіз, сонда ол сіз өзіңіз неңіз айтасыз, ұсынысыз. Анау керек, мынау керек деп алған, мынау керек деп. Если жоқ болса, ол қайтадан кездесу қандай қажет. Бізде енді бостан-босқа бәленбай миллион ақша құртпаймыз, бостан-босқа жоқ болса. Бар болса, болып, жағдай жақсы болып жатса, қайтадан жиналады халық. Сонда сіз өзіңіз айтыңыз. Азғаннан кейін. Я жаңағы Өйткені оның бәрі нескен бәрі қай жерге Точно иностранный инвесторлар. Жоқ, сіз Европамен тексеріңіз. Өйткені бар ғой, білеміз, Европасы сияқты. Қазақстанда ондай инвестиция құятындай ондай не жоқ бізде ше. Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. Қай жерде болмасын. 30 жыл ол сондай не болды. Қазір новая эра, новое поколение. Мен өзім кәсіпкермін. 20 жыл бизнесте жүрмін. 20 жыл. Стройкамен алсам, тәрбиемен алсам, ондай бізде Қазақстанда ақша жоқ деп айтуға болмайды. Адамдар работают, зарабатывают. спорт комплексінде бір 16 миллионмен келген жігіт бастаған, бірақ бітірді. Вот сол. Бизнесмен ғой енді. Енді ол сұмдық не емес. Бәрін біліп отырмыз ол. Қалай әр жақтан отырып алатындарын бәрі. Енді айта Bu kişilerin barlауға Біздігі барлау, сол мәселе барлау. Пока рано. Если тапсақ, барып қайтадан кездесіп, қайтадан Барлауды кім жүргізеді сонда? Соны қазір білесіп отырмыз. Именно бюджет ба? Иә. КПС деген компания. наниматель. Өйткені ол жерде технологиясы шамалы басқа. Ол жаңағы Көмір сияқты үгітіледі да, үгітіледі тез. керін шықпайды. И ол жаңағы коронка подбирать ету керек. Олар бізде еще объем кішкентай, мынақ метр болса деген. Оларға, например, невыгодно. Проблема бар. Олар мектеп бар. Черный мектеп та, олар тез кетеді. Бізге кәдімгі мемлекетке еще
Қанша? Былай максимум 50 болды. Номерін беріңізші, мен сол кісіге сөйлесем. Бізге мысалға сіздер қазір аласыз, алдында бес штатты. Сосын біз оны сіздердің жұмыстарыңызды барып көре аламыз ба? Иә. Сіздер 50 метр қазып, жерге 50 метр действительно қазып, одан может терең қазып жатыр. Терең ол бар ғой, әрбір метр қазу ол өте қымбат. 1 метр 100 мың теңге ғой. Біз бостан қарай етпейсің. Жоқ, қараңыз, ешқандай не жоқ. Конечно, болады. Ашық қой ол. Біз ол қоршап территория охрана қоймаймыз, ол ашық. Не? Ол бәрі затрат қой. Бізге тем меньше прогулить, тем дешевле ғой. Бостан 1 метр 100 мың алатын компания. Бір қол. Если сізде өзіңізде трактор нелеріңіз болса, бізде оны мүмкін арендаға аламыз жазда. Чем Анияқтан, Астанадан, Қарағандыдан келгенше сізден ала салып, бізге наоборот Техникаларымыз да ойындар. Вот сол техника аламыз. КамАЗ, 100 километр деген бар, жетеді. Сол қазір сіз телефон неден жазып алайық. Азман Мына жақтан көмек болса, бізге де жақсы да. Тұратын үй жаңағы. Лучше вам заплатим, чем на трактор арендалған. Сіздерге қандай техника керек? Біз айтамыз, қазір телефон бәрін жазып аламыз. Қандай не бар, телефон, трактор бар ма, жердегілер келіп. Қабылда дейді. Сосын кейін завод салып сол жерде өңдейсіздер ме? Завод салу ол біз предварительно саламыз. Ол жаңағы Астана СЭЗ деген бар ғой. Бұл жерде екен, ол жерде Специально экономический зон. ол жерде жаңағы Жақсы болсайшы. Бізден дұрыс жауап. жаңағы қазіргі бізге Индия беріп жатқан коммерческий предложение бізге ол қымбат түседі. Егер біз қазір басқа жаңағы бұрғылау жұмысын ретінде ол жерде содержание графита, например, 28%-дан көп болса, онда экономика меняется, қайтып санайды. Жаңағы локально қою керек па, или басқа жерге Жоқ, сіз менің сұрағым түсіндіңіз. Егер де жаңағыдай графитті жаңағы 30% дейікші, сіз таптыңыздар, сіздер сол жерде енді оны алу керексіздер ғой. Соны қалай аласыздар? Завод саласыздар ма, әлде тасисыздар ма басқа бір завод? Сырға барып сол жерде обогащение жасайды. Графиттан графенс. Жерді қазбастыру қаннан кейін жылдан кейін барып ашыласыздар. Бермейді ғой, жолдың өзін әзір салдыртамыз біз ше. Енді ол көре жатармыз, может быть, локально здесь что-то стоит. Это же все зависит от именно содержания. Экономистер санайды ғой. Біз қазір 5 минутте айта алмаймыз ғой. Смотрите, вот қазір бізде пробалар Сатпаевский істеді и Назарбаевский істеп жатыр. Назарбаевский сояқтағы құрамындағы металдарды ала алмайды. А Сатпаевский алды, то есть технологиялар әртүрлі. Соған байланысты. Егер бізде, например, қазір Сатпаевский бізге басқа пробаларды да солай оңай қылып алып берсе, онда экономика жақсы болады. А егер алмаса, Назарбаевский сияқты олайықта попутный металдар болса, ол онда экономиканы төмен тартады. Онда жаңағы обогащениесін бәрін қарау керек. Қалай обогащениесін жасайды? Иә, 6 жылға созылатын вопрос қой. Енді бұл 6 жылға созылғанда жаңағы сіздер нелеріңізді бәрін жобалап пилоттап қандай техника керек соның бәрін нетіп алдық мысалы. Біз босқа бермейді, жер хотя бы бізге техникамызды алып, біздің ауылға адамдар жұмыс қалатын. Иә? Бізге экскаватор керек болады. Itu жоқ сияқты. Сосын погрузчик. Соны разведкаға ма? Вагончиктер керек, жилой вагончик. Уақыт қай уақыт деп отырсыздар? Енді қазір қашан кетеді? Апрель-май? Майда бізде 2 жеті полевой жаңағы маршруттар жүреді, қарайды жаңағы описаниясын несін бәрін. Сосын барып, одан кейін пробалар түсінен алады, сол пробаларды лабораторияға жүреді. И лабораториядан ответ шыққаннан кейін, одан кейін барып. Жазда техника спискін жібереміз. Неге вагон бар, қандай жұмысшылар тұрсыз, ұсыныстарыңызды бересіз. Жақсы. Может, сіздер ыңғайларыңызға 6 жылға тұрматын болсаңыз, может, техникалар. Иә. Сондай вопростар ғой. Буровая компанияларыңыз бар болса, таныстарыңыз тоже бізге беріңіз. Солармен сөйлесейік. Ол көмір сияқты да ұқсас. Может, компаниялар көмір теріп келген компаниялар болса, бізге қазір Қарағандыдағы 2 компаниямен кездесеміз. Жұмыс енді басталып жатыр. Енді басталып,
Біздер октябрьде алдық жеткізілді. Иә. Февральда келіп кеттік, акимент таныс. И мартта осы жарияласыңдар. Николаевич, слушай. Это слушай. Енді бізде С вас требует согласие? Поддержка, помощь. Бір-бірімізге көмек бермей. Сонда сіздер бұрынғы бұл жеткен адамдар танымайсыздар, сонда мына жерге қалай келіп А отырсыздар? олар заңсыз бульттер ғой. Жоқ, сіз қайдан білесіз сөйтіп? Жоқ деген біз отчеттарды біз алдық қой. Тексерген ол бұл кісілер. Жоқ, қарашы, олар заңды шығар, просто бізге соқпай кеткен шығар, через аудан келген шығар. Жоқ, заң бәріне бірдей. Жоқ, мысалы, жер пустой ғой, бос қой. Жылда келеді олар. Жер- Олар егер де ұрлық ретінде келетін болса, бір жыл келеді да, келін алады да кетіп қалып жүреді. Иә. Олар 4 жыл ма 5 жыл болды уже. А онда неге Сол ол компания. жер телімін алмаған онда? Ол Жер бос тұр ғой. Біз Иә, алдық. лицензия неге алмаған олар? өз жағында жасаған шығар, ана біреулер алтын іздеп келді ғой. Осы жаққа. Сонда осы бүйтейік, сөйтейік деп мына Олар алтын іздейді, иә, дұрыс айтасың. Вообще ас сделать команда. Қазақстанда 3 компания, жаңағы Сарытоғанбай, австралиецтер, біз и Абай облысында графит майнинг ба, Қаратау майнинг ба, бірдеңе. Енді 3 компания бар. Көбісі алтын іздейді, алтын тез да. Алтын мыс тез етеді. Бар ғой. Байдың бәрі оны деген. Алтында бар, темізде бар, күзәлде бар, бәрі бар. Бірақ Ал енді сұрақтар бар ма тағы да? жоқ, енді осы ғой енді жаңағы келген несі, агенті бүгін ертең құрайын деп жатыр екен деп отыр. Жаңағы шәрбеке ғой, өздері білмейді артық. Құр әкету келіп бір сөйлесіп оқа, бірақ мына халықпен болмайды. Кәдімгідей жинап тұрып айтты шешіңізде. Тапқаннан кейін сен дәу жиналсын. Жиналып өткізіңдер, иә. Сұрақ болмаса тыңдаулар өткізілді деп саналады. Жұртшылықтың барлық ескертулері мен ұсыныстары қоғамдық тыңдаулар хаттамасына көрініс табатын болады. Қоғамдық тыңдаулар жабық деп жариялаймын. Рахмет. Енді тағы да Тағы да біріне бар қазір. Осы жалғасы. Жаңа сіздерге анау бердік қой ма? Иә. Қағаз жазсыңыздар деп, сол қажет екен.